Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз инертті газдардың тобына жататын бейметалдарды жалғастырамыз. Яғни бүгін қарастыратынымыз аргон, криптон және ксенон. Ең бірінші олар 18-ші топта орналасқан. Аргонның атомдық номері 18, криптонның атомдық номері 36 және ксенонның атомдық номері 54. Бұлардың атомдық құрылысына қарайтын болсаңыздар, бұл жерде конфигурациясы, электрондық конфигурациясы берілген және олардың барлығы сыртқы қабаты толық, яғни олар тұрақты. Кеңістікте олар атомды және жеке күйде болады, молекула түспейді және әлсіз ван дер валес күшпен байланысқан. Олардың изотоптары бар: аргон 36, аргон 40 деген ең көп таралған түрі. Криптонның екі изотоп бар: криптон 84 және криптон 86. Ксенонның да 129, 131 деген осылай изотоп бар. Бұл газдардың ашқан ғалымдар Вильям Рамсай, лорд Райлих. Аргонды 1894 жылы, криптон мен ксенонды 1898 жылы ашқан болатын. Олар табиғатта аргон атмосферада кездеседі, 0,93% кездеседі. Криптон өте аз мөлшерде, ксенон өте сирек кездеседі. Жалпы оларды сұйық ауаны бөлу арқылы алады, фракциялау айдау әдісінде қолданылады. Олардың ортақ қасиетіне келетін болсақ, түссіз, дәмсіз және суда аз ериді. Қайнау температурасы төмен, тығыздығы бойынша мысалы ең ауыр осы ксенон. Жалпы олар аргон іс жүзінде реакцияға түспейді, криптон сирек қосылыс түзеді, ксенон реакция қабілетті. Ең белсенді мысалы осы фтормен реакцияға түсіп тарихын түзеді. Ксенон қосылыстарына келетін болсақ, ксенон фтор 2, ксенон фтор 4 және ксенон оксидін түзеді. Криптон ол тек фтормен фторид түзеді. Аргон қосылыстар түзбейді, қалыпты жағдайда ол қосылыс түзбейді. Енді қолдануға келетін болсақ, аргон ол дәнекерлерде, шамдарда инертті орта жасау үшін қолданылады. Криптон жарық шамдарында, лазер техникада қолданса, ксенон жарқырау шамдарда, медицинада, автомобильдердің фарларында осы ксенон қолданылады. Жалпы аргон ауаның құрамында көп кездеседі. Ксенон кейбір жағдайда қосылыстар түзіледі. Криптон лазер технологиясына қолданылады. Ксенон анестезияда қолданылуы мүмкін. Жалпы зертханада бұлармен жұмыс жасаған кезде жабық жерде қолданбау керек, өйткені түн шығу мүмкіндігі бар, қаупі бар, яғни газ баллондарында дұрыс пайдалану керек. Болашақта бұлар негізгі газдар маңызды, себебі олар жарық техникасында, медицинада, ғарыш технологиясында, лазерлі жүйеде қолданылады. Бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер және сілтемеде берілген тест тапсырмаларын орындауды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға